Енді бізде келесі тапсырма, төртінші тапсырма не деген? Екі қолмен Сурет салу. жақсы. Оң қолдарымызға ручканы аламыз, сол қолдарымызға карандаштарымызды аламыз, иә? Оң қолдарымызбен біз жаза аламыз ғой? Иә. Сондықтан әдемілеп бастаймыз. Екеуін бірге жазуымыз керек. Жаза алатын қолымызға ручка аламыз, ал сол қолымызға карандаштарды аламыз. Екеуі бірдей қозғалу керек. Біреуін күтіп, екіншісін жазуға болмайды. Екеуін бірдей жазамыз. Жақсы. Қолдарымыз үйрену керек балалар. Екі қолмен жазуға қолдарымыз үйрену керек. Иә? Жақсы. Екі қолмен бірдей жұмыс жасаймыз, бірдей. Hoppa. Hoppa. Geleceğim. Өзімізді алдамаймыз балалар. Екі қолмен бірдей жазып үйренеміз. Қисық шығып кетіп жатса, ештеңе етпейді, қолдарымыз солай-солай үйренетін болады. Келесі тапсырманы аш. Төртінен бесінші тапсырма жылдам оқу. Бастаймыз. Мен рухым, мен картоп, қалпеш, қорпыр, сыслақ болсақ, танмас рет тек көрмек қаптос, қырзор. Тоқта. Уақыт қойық, иә? 1 минутта неше жаңа кестені оқи алатынымды, иә? Ал, бастаймыз. Мен рухым, кенрау деп, қалпеш, қорпыр, лақпасақ, танмас реттер көп қаптос, қырзор мөріпсір, күтмөк, дақ, тоқтыр, құр деп тес бір, мал қор зер төлемес сөз күтіс, компаш жазған басыр тоңқыз, сынмыз мен жол пайжер, тұрқыш сіздің пан қалбоймыз. Жақсы, жарайсың. 45 секундта бітірдік. Молодец, астына жазып қой. 45 секунд деп. Жақсы, жарайсың. Фариза, дайынбыз ба? Ал, бастаймыз. Мен рухты молирен көмілер, қалпеш қошқыпыр, сыр лақтыр бол, танмас реттер, көрмек қапдос, қырзор мұр, зыр құт мұттар, тоқтыр мұстыр дек, тес тұр, ман бұл зер, өз мұл сөз тұр, мұл бажар, қаны бар сыр, тон қыз, сын мұстын, тон, жол пай жер, тұр қыш сыстын, пан қал мол мұст. Жақсы, 3 қате кетті, иә? Жаз. 50 секунд. Жақсы.